Көкшетау қаласының оң имиджін қалыптастыру үшін 3D видеороликке 18 миллион теңге бөлінді. Тендерде қандай мәселелер бар? Келіңіз бірге талдайық. Тендерден бастайықшы. 7 сәуір күні Көкшетау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі қаланың 2020 жылға дейінгі даму және Көкше индустриялық аймағы туралы 3D видеоролик жасау қызметтерін сатып алу туралы тендер жариялады. Бұл мақсатқа 18 миллион теңге бөлінген. Жеңімпаз ретінде Жанарыс жеке кәсіпкерлік таңдалды. Техникалық сипаттама сәйкес ролик Көкшетаудың тұрақты оң имиджін қалыптастыруы тиіс және іскерлік форумдарда, инвестициялық алаңдарда, халықаралық іс-шараларда, бақта, цифрлық платформаларда қолданылмақ. Роликтің ұзақтығы 5-7 минут аралығында болу керек. Бейнеролик 4К-ден 18К-ге дейін рұқсатта орындалуы тиіс. Құрылымы нақты белгіленген. Басында қаланың панорамалық және аэро түсірілімдері, одан кейін даму бағыттары кезең-кезеңмен көрсетіледі. Тұрғын үй құрылысы, жолдар, білім беру, денсаулық сақтау, цифрландыру, экология, туризм және бизнесті қолдау секілді кадрлар көрсетіледі. Әр бөлім тапсырыс берушінің ұсынатын деректер негізінде өсім көрсеткіштермен инфографикамен сүйемелденуі тиіс. Ролик әсерлі ұран немесе позициялық мәлімдемемен аяқталу керек. Техникалық талаптарға сай жеткізуші құрамында 3D модельдеуші, журналист, видеомонтажер және дыбыс дизайнері болу керек. Ал жабдық ретінде камера, компьютер және квадрокоптер талап етілген. Осы талаптарға тендер қатысушылары шағымданған. 3 компания жеңімпаз ретінде танылған. Жанарыс жеке кәсіпкерлігінде қажетті ресурстар жоқ деп көрсеткен. Оны жеңімпаз ретінде қайта қарауды талап еткен. Билік бюджет қаржысын имидждік немесе құндылықтарды насихаттайтын жобаларға жиі бөледі. Мысалы, Өскеменде фотоальбомдарға 18 миллион теңге жұмсалған. Ал Ақтауда мультисериалға 20 миллион теңге қарастырылған еді. Түркістан облысында 100 миллион теңгеге тарихи видеоролик түсіру жоспарланған. Тендерлермен толық танысу үшін төменге және биоға сілтеме қалдырдым. Оқып шығыңыз.